Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге тойымды, оңай және жеңіл жасалатын салаттың рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: піскен тауықтың еті, піскен орташа картоп, піскен жұмыртқа, тұздалған қияр, піскен сәбіз және майонез қажет болады. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Жұмыртқамызды да дәл қияр сияқты ұзынша етіп турап аламыз, болмаса терканың ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Сәбіз және картопты да теркадан өткізіп аламыз. Дайын болған заттарды видеода көрсетілгендей рет-ретімен арасына майонез жаға отырып салып шығамыз. Ең соңы туралған немесе теркадан өткізілген жұмыртқамызды бетіне салып шығамыз. Соңынан бетін майонезбен әрлеп жағып қоямыз. Салатымыз оңай әрі дәмді. Назар салып видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар.